мен үкіметке Астанадан Арқалық, Торғай және Ырғыз арқылы Транскаспий халықаралық көлік дәлізіне тура шығатын автокөлік жолының құрылысын бастауды тапсырдым. Жаңа күре жол орталық және батыс аймақтардың арасын 560 шақырымға қысқартады. Бұл тұтас Торғай өңірінің дамуына тың серпін беретін ауқымды жоба. Бұдан бөлек Арқалықтағы әуежайды қалпына келтіріп, жаңа әуежайды салған жөн. Бұл жоба ішкі көлік қатынастарын едәуір жақсартады. Сондай-ақ орталық аймақтағы ауыл шаруашылығы жерлерін игеруге және мал шаруашылығын дамытуға тың серпін береді. Мемлекет басшысы үкіметке Астанадан Торғай өңірі арқылы Транскаспий көлік дәлізіне тура шығатын жаңа автокөлік жолының құрылысын бастауды тапсырды. Көлік министрлігі осыған дейін әзірленген техника-экономикалық негіздеме мен жобалау сметалық құжаттаманы жедел өзектендіріп, қаржыландыру көздерін анықтасын. Жол құрылысына биыл кірісу қажет. Көктемде су таситын кезде Есіл өзені бассейніне лыққа толған суды Торғай өзені арқылы Арал теңізіне жіберу идеясы бұрыннан бар. Вице-премьер Қанат Бозымбаев Каспий Арал бассейнінің экожүйесін қалпына келтіру және су тасқынын басқару жөніндегі халықаралық қордың тапсырысы бойынша Есіл өзенінің бір бөлігін Торғай өзені мен Арал теңізі бассейніне бұру жобасының техникалық экономикалық негіздемесі әзірленді. Жобаға кіретін құрылыс монтаж жұмыстарының жалпы құны 324 миллиард теңгеден асады. Жоба аясында 3 учаскеден тұратын канал салынуы керек. Есіл Торғай ұзындығы 42 шақырым, Қарақол Сарыөзен ұзындығы 52, Шалқар теңіз Арал ұзындығы 183 километр. Есіл және Торғай бассейндерін біріктіру арқылы Торғай бассейндегі ауыл шаруашылық алқаптарын суаруға 1 миллион текше километрден астам суды беруге мүмкіндік болады. Құрметті торғайлықтар, біз осы жобаны қолдау үшін біріншіден қоғамдық бірлестік құрайық. Торғайды жаңғырту деген атпен. Қазір орысша айтқан уақытта возрождение Торғай. Оған жастарды тартуға керек. Осы арқылы біз инвестиция елге тартуымызға болады. Президентіміздің жобасын қолдай отырып, біріншіден сіздерді құттықтаймын осындай жақсы жаңалықпен. Екіншіден осыны қолдап, бізде өзіміздің қолымызды созып, бізде осыған қатысайық. Қатысқанда жай қатысқан емес, кәдімгі үлкен ынтамен қатысайық. Сонда біз өзімізді көрсетеміз торғайлықтардың кім екенін. Рахмет бәріңізге.